Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біз қазақ тілі пәнін оқытуды бастаймыз. Яғни бүгінгі тақырыбымыз сен не аласың? Аламын, мен аламын. Сен аласың. Я возьму, ты возьмешь. Бүгін сол тақырып бойынша жұмыс істейміз. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Яғни сен дүкенге барған кезде бірінші сатушымен амандасасың. Саламатсыз ба, сәлеметсіз бе? Сосын айтасың: мен нан аламын, мен балмұздақ аламын, мен айран аламын, сүт аламын, май аламын, қант аламын, нан аламын, кәмпит аламын, жұмыртқа аламын. Осыларды беріп жібересіз бе деп дүкеншіге айтасыз. Немесе дүкенші сізге сен не аласың деп сұрақ қою мүмкін. Сол кезде мен нан аламын деп жауап бересің. Немесе алмайтын болсаң, мен балмұздақ алмаймын, мен айран алмаймын деп жауап бересің. Келесі, суретке қара, сұраққа жауап бер. Үстелде не бар? Ал оқушылар, шамалы ойланайық. Үстелдің үстінде не берілген? Кім айтады? Үстелдің үстінде нан бар, айран бар, қант бар, балмұздақ бар. Екінші столға көшейік. Үстелге май бар, сүт бар, шырын бар, кәмпит бар, конфет бар. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Сен не аласың? Мен нан аламын, май аламын, сағыз аламын, немесе алмаймын. Мен сағыз алмаймын, өйткені ол зиянды. Мен балмұздақ алмаймын, өйткені ол зиян. Төртінші тапсырма. Енді қайталайық. Яғни птичка белгісі бар сөздер аламын болып табылады. X-пен белгіленген сөздер алмаймын. Мен сүт аламын, мен қант алмаймын. Мен нан аламын, мен айран алмаймын. Мен қант аламын, май алмаймын. Мен балмұздақ аламын, сүт алмаймын. Ал өздеріңіз қайталаңыздар. Мен сүт аламын, қант алмаймын. Мен нан аламын, айран алмаймын. Мен қант аламын, май алмаймын. Мен балмұздақ аламын, сүт алмаймын. Ал біздің жаңа сөзіміз нан. Орысшасы хлеб, ағылшыншасы bread. Тағы да бір қайталап шығайық. Сен дүкенге барғанда бірінші амандасасың. Екінші, мен нан аламын, маған нанды беріп жібересіз бе? Мен айран аламын, маған айранды беріп жібересіз бе? Деп жауап берулерің керек, құрметті оқушылар. Ал енді үйге тапсырма сіздерге. Осы айтқанда қайталап, осы тапсырманы жазып, комментарияға жіберіңіздер. Мен көріп тексерем. Ал осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.